Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздерге Кенесары Қасымұлы, яғни қазақтың соңғы ханы жайлы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Қазақтың соңғы ханы ретінде таққа отырған Кенесарының түгел өмірі қырғын соғыспен өтті. Кенесары Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, Абылай ханның немересі болатын. Негізінде кезінде бабаларымыз әйелді қанша жау болса да қалмақтар елінен алған. Бұған отаның болсын жантақтан, қатының болсын қалмақтан деп жырлаған Дәнәгөй Бұхар жыраудың жырынан аңғаруға болады. Атақты Абылай ханның елге белгілі 30 ұлы болған. Абылайдың жоңғар билеушісі Қалдан Сереннің қызынан дүниеге келген баласы Қасым Сұлтанның бәйбішесі Айгүмістен Кенесары дүниеге келеді. Оның өмір жолы қым-қуыт дүрбелең кезеңге сәйкес келді. Себебі солтүстік Ресей империясы түркітектес халықтардың бірінен соң бірін жұтып құлдыққа түсіре бастады. Бұрын соңды естіп көрмеген хандықты жою үдерісі басталып кетті. Кіші жүздің қаншама батырлары соғыста қаза тапты. Сырымды атұлының көтерілісі ханға боялды. Кезінде атасы Абылай құрған қазақ ордасының шаңырақ опырылып ортасына түсті. Орыстар ешкіммен келісуге тырыспады. Мұндай қаруланған орыс отрядтары ауыл-ауылдарды аралап, кемпір демей шал демей ойына келген істеді. Ал қара халықтың бұған қылар дәрмендер қалмады. Абылай өлгеннен кейін таққа көтерілген Уәли хан орыстарға Көкшетау жеріне қала салуға келісім беруге мәжбүр болды. Ал Уәли өлген соң оның баласы Ғұбайдолланы патша үкіметі бекітпей тастады. Керек десеңіз тақ мұрагері орыстарға сәл қарсылық көрсетіп еді. Ғұбайдолланың өзін тұтқындап, Сібірге жер аударып жіберді. Осының бәрін көріп өскен Кенесары жастайынан орыстарды өлердей жек көрді. Ағасы Ғұбайдолланы ит жеккенге жібергенін естіген ол ашуға булығып былай деді: Алла қостаса қазақтардың басын біріктіреміз де қайтадан Абылай хан тұсындағыдай дәрежеге жетеміз. Алғашында орыс генералдары Кенесарыны мойындай қоймады. Осыны пайдаланған ол Ресеймен күресу үшін оңтүстікте жатқан тілімен ділі бір Қоқан Бұхар Хиуамен одақтасуға ұмтылды. Бірақ бұларда енді ғана сахнаға шыққан қасқырдың бөлтірігін елей қоймады. Көмек бермек тұрмақ Кенесарының әкесі Қасым Сұлтанмен туған аға Саржан Сұлтанды Ташкентке шақыртып алып, қорқаулықпен шауып өлтіреді. Бұл оқиға Кенесарыны қаһарландырып жібереді. Жанына атақты Ағыбай Иман Басығара, Аңғал Жанайдар, Жеке Сұраншы Бәйсейіт Жоламан Бұқарбай, Мыңжасар секілді батырлар жинап алған ол 1838 жылы Ақмола мен Ақтау қамалдарын өртеп жібереді. Бұл орыс шенеуніктерінің зәресін ұшырған соғыс болды. Кенесарыны қолдаушылар кең қазақ сахарасының әр жерінен келіп қосылып жатты. Олар тұрақты түрде әскери жаттығулар жасап, ішінара мылтықпен оқ атуды меңгерді. Кенесарының 1841 жылы күзде Ақкиізге отырғызылып, бүкіл қазаққа хан көтерілуі патша өкіметінің зәресін ұшырды. Бүкіл қазақ даласын көтеріліс жайлап кетті. Орыс әскерлері әр бұтаның түбіне тығылып ұрыс салуға мәжбүр болды. Олар тұрғызған кейбір қамалдар қаңырап бос қалды. Солдаттардың артына еріп келген мұжықтар бас сауғалап елдеріне қашты. Оның бастауымен 1840 жылы Ташкентке жорық жасау азғындықпен әкесі мен ағасын өлтірген Ташкент бегінен кегін алуға ұмтылысы болмай қалды. Себебі әскерлерінің арасында аса жұқпалы ауру тарап кеткен еді. 1844 жылы 21 шілде Кенесары әскері Ахмет Жантөреұлының әскерін тас талқан етіп, патша үкіметіне сатылып кеткен 44 сұлтанды шауып өлтіреді. Ал Жантөреұлына өзінше көмекке келген Дуниковский деген орыс қолбасшысы тіпті Кенесарының әскеріне жақындауға қорқып, алыстан қашып кетеді. 1845 жылы Кенесары ханның әскері Мерке бекінісін басып алды. Амалы құрған патшаның үкіметі Кенесарыға Долгов пен Герн атты қос елшіні жібереді. Бірақ келіссөзден ештеңе шықпай олар кейін қайтады. Петербург саясатшыларының күн тәртібінде қалайда Кенесарыны өлтіру мәселесі тұрды. Николай I қазақ ханы Кенесарының көтерілісінен өлердей қорықты. Себебі орыс әскерлері алға бір адым аттай алмай қалған еді. Алайда кейбір қазақ сұлтандары Кенесарының қолына тұсау болып, үнемі аяқтан шалумен болды. Сол себепті хан екі жақпен қатар алысуға мәжбүр болады. Енді оның әскері Ұлыжы жеріне ойысады. Бұл аймақта қырғыздың манаптарының қарсылығына тап болды. Кенесары оларға достық пейіл ұсынғанын патшалар һәм падишахтар құпиясы тыйым салынған кітап романынан көруге болады. Кенесары: сатқын екендігің әммеге аян, ормон манап. Мен саған бір емес, 6 мәрте елшілік аттандырдым. Сенің жеріңе басып кіргенде емеспін. Кекілік Сеңгір тауы тұтасымен ыстық көлдің солтүстік өткелімен қазақтардың атамекені. Өзің айтшы, қазір біз тұрған Кекілік Сеңгір кімнің жері? Үндемейсің, Сонда кім басқыншы? Мен бе әлде сен бе?
Ақиқаттан аттай алмайсың, Ормон. Мен өз жерімді халқымды қорғадым. Мен жіберген 6 елшіме ханға лайық құрмет көрсетпесең де маңдаған жылдар бойы келе жатқан дала ғұрпын бұзбауыңа болар еді. Бірақ сен секілді ант атқандарға дәстүрден аттау қиын болып па? Сенен келген бір ғана қалығұл манапты қалай қарсы алғанымды өзің білесің. Сенен келген бір ғана елшіліктің құрметіне қолға түскен қырғыздың Қалша би бастаған бір емес, 200 адамын тұтқыннан босаттым. Олаздай Сауыт Сайман ат-тонын түгелімен өздеріне қайтардым. Сөзім жалған десең, сол қалығұл мен Қалша би әне жаныңда тұр. Осыған қарабақ кімнің кім екенін түсіну қиын емес. Қырғыздардың Кенесарыға ермеуі халықтың кінәсі емес. Ол сол кездегі билеуші манаптардың өзімшілдігінен туындаған дүние. Сонымен кекілік Сеңгір деген жерде қырғын шайқас болып, осы шайқаста жазықтықта соғысып үйренген қазақ әскерлері күшінің аз болуынан Рүстем мен Сыпатайдың майдан даласынан шегініп кетуімен жеңіліс тапты. Кенесары мен Наурызбай тұтқынға түсті. Қырғыздар қазақ ханына не істерлерін білмей сасқалақтайды. Содан соң Ормон манап қазақ ханының басын шауып, арнайылап хат жазып Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Горчаковқа сыйға тартады. Осы іс арқылы ол Ресейге өзінің адалдығын көрсетеді. Міне, содан бері орыстың озбыр солдатын талай мәрте қырып, 1000 жерден қуатты болса да ең аз әскермен Ресейдің үрейін ұшырған Кенесары бабамыздың басы Петербургте, денесі қырғыздар жерінде жатыр. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жылға жақындады. Ал біз тәуелсіздік үшін күрескен қасиетті ханымыздың басын әлі күнге дейін қайтара алмай келеміз. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз, және арнаға жазылып қасында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Өз пікіріңізді комментарийге қалдырып кетіңіз, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сондай-ақ видеоны тарату тетігі арқылы барлық әлеуметтік желіге таратып жіберіңіз. Мәтінді жазған Рысбек Рамазанұлы, оқыған Айдос Оразай. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін арышын, қайратын қайрағандар, қазақтың бағышын. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа аңғалым, жаттылар жанашырды, досылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар араңды. Баю үшін барында сатқандар, бою үшін де тонында арын сатқан, құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың, мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Сенім бер алсам деп едім, шемен шеріңе дәруің болсам деп едім. Қуатты шыңыңа қонса ерлер қырандай мұратты. Сіз үшін білген дұрыс. Жетеді бәрі кетеді, жалынды жырым қалар, жаныңды тербеген